Саламатсыздар ма? Емтиханға дайындықтың Б бөліміндегі 13-ші есепке тоқталамыз. 13-ші есепте бізге y тең x квадрат функциясы берілген екен. Осы функцияның графигін түрлендіру арқылы y тең x минус 2-нің квадраты минус 3 функциясының графигін сызу керек. Графикті қалай сызамыз? Бірінші мына y тең x квадрат функциясының графигін сызып алатын болсақ, оның төбесі x-ке мән беріп y-терді табатын болсақ, 0 берсең 0 болады, 1 берсең 1 болады, 2 берсең 4 болады. Яғни біз нәтиже нүктелердің барлығын бір-біріне жалғайтын болсақ, бізден мынадай жасыл суретте, жасыл сызықпен көрсетілген график шығады екен. Y тең x минус 2-нің квадраты минус 3 функциясын сызу үшін оның төбесінің координатасын анықтап алуымыз керек. Функцияның формуласына қарайтын болсақ, бізде мына жерде минус 2 деп тұр. Бұл функцияның оңға солға жылжуын көрсетеді. Ал минус 3 ол төменге 2 бірлікке жылжығанын көрсетеді. Мына жердегі таңбаға қарама қарсы жүреміз, ал мына жердегі таңбамен сол бағыт таңбасымен бірге жүреміз. Яғни минус 3 ол төменге жүреді дегенді көрсетеді. Енді қараймыз. Мына графикке қарасаңдар, мына төбесі мына жерде тұреді, 0-ден 0-де тұрды. Оны 2 бірлікке оңға жылжытамыз және 3 бірлікке төменге жылжытамыз. Мінекей, мынаған қарап отыр. Сөйтіп нүктені мына жерге қоямыз. Енді мына график мына жерден төбесі мына жерге көшіп келгендіктен әрбір нүктесі дәл осылай жылжып отырады. Сонда біздің графигімізді мына жақтағы қалай салдық, дәл сондай қылып мынадан. Оңға 1 болғанда жоғарыға 1, оңға 1 болғанда жоғарыға 3, оңға 1 болғанда жоғарыға 5 деп өстіп жылжып отырамыз. Мына жақтағыдай қылып. 1, 1, 1, 3, 1, 5 деп жылжытсақ болады. Мына шетте де сондай 1, 1, 1, 3, 1, 5 деп нүктелерді көріп аламыз да, қойып аламыз да, сосын сызамыз. Солай график сызсақ болады. Немесе мән беріп шығаруға ұзақ уақыт кетеді. Сондықтан жаңағындай қылып санап салған дұрыс деп ойлаймын өзім. Коэффициент 1-ге тең болса, жаңағындай тақсандармен жылжып отырамыз жоғары қарай. Егер коэффициент 1-ге тең болса, онда біз жаңағындай жоғарыға жылжыған кезде тақсандармен жылжып отырамыз. Ал егер коэффициент 1-ден басқа сан болатын болса, қандай сан тұрса, сол санға көбейтеміз. Жаңағы 1-мізді, 3-мізді, 5-мізді сол санға көбейтіп отырады екенбіз. Сонда енді қараймыз, бізге табу керек функцияның анықталу облысын және мәндер жиынын дейді. Анықталу облыс дегенімізді бірінші бөлімде айтып кеткенімдей, анықталу облыс дегеніміз x-тің бойында қай аралықтан қай аралыққа шейін біздің графигіміз бар. Енді қарап отырсақ, біз функция графигінің тек бір бөлігін ғана көріп тұрмыз, Бірақ мына шетте мысалға қарап тұрсаңдар, мына x-тің бойында бір 2-ге жетпейтін сияқты, минус 2-ге. Минус 2-ден басталмайтын сияқты. Бірақ мына график шексіз кете береді. Яғни минус 2-ні минус 3-ті қойсаңда, мына функцияда 2-ні азайтып, сосын квадраттап, минус 3-ті тапқан кезде мән шығады. Яғни егер мән шықса, онда біз ол санды қабылдай аламыз деген сөз. Яғни бүкіл квадраттық функциялардың барлығында квадраттық болған жағдайда мынадай анықталу облысы минус шекстіктен плюс шекстікке дейін болады, немесе оны r деп көрсетеді. Енді мәндер жиынына қарайық. Мәндер жиыны деп отырғанымыз не? Y-тің бойындағы функцияның орналасқан жері. Қақтан бастап қайқа шейін орналасқан. Енді біз төменде минус шекстікте мына қызыл сызық бар ма? Жоқ екенін көріп тұрмыз. Ол минус 3-тен басталып тұр біздің графигіміз. Демек жауап неден басталады екен? Минус 3-тен басталады. Қайқа кетеді? Плюс шексіздікке қарай кетеді. Яғни мынау шексіз жоғары қарай кетіп барады. Мына жерде қате кетіп қапты. Жай жақша емес, тік жақша болу керек. Жөндеп жазып алыңдар. Енді өсу және кему аралығы деп тұр. Енді графикке қараймыз. Сол жақтан бастап графикті сызған кезде біздің графигіміз қайқа қарай келе жатыр? Төменге қарай келе жатыр. Келдік, міне төменге қарай келді. Мына жерге келгенде төменге қарай, ары қарай төменге жүрмейді. Енді тоқтайды да оңға жоғары қарай жүреді. Енді қараймыз, қай x-тің бойында қай жерге шейін кеміді графигіміз. Мына нүктеден жоғарыға қарай қараймыз. Мынау біздегі минус 2 деген сан. Яғни минус шекстіктен 2-ге дейін кему жүреді екен. Ары қарай 2-ден бастап плюс шекстікке дейін мінекей өсіп бара жатыр графигіміз. Яғни минус шекстіктен плюс 2-ден ары қарай плюс 2-ден минус шекстікке дейін өсу болады, өсу аралығы болады екен. Енді осыны біз мынадай түрде берілсе, fx ax квадрат плюс bx плюс c түрінде есеп берілетін болса есеп. Яғни мен осы формуланы, бұл енді бір жерде бізден сұрамаған, бізден тек сұрады нені? Анықталу облысы мәндер жиыны. Мына жерде тік жақшамен жазып аласыңдар, өсу кему аралықтарын сұрады, жазып аласыңдар. Так, енді ары қарай егер есептің берілгені мына түрде берілмесе, немесе мына түрде берілгенді қалай ашамыз? Жақшаны ашуды білеміз қой. Жақшаны ашқан кезде біз екі өрнектің айырмасының квадратын формуласымен ашамыз. А минус b-ның квадраты x квадрат минус 4x плюс 4 минус 3. Енді жақшаларды аштық, ұқсас қосылғыштарды біріктіреміз. Сонда 4-тен 3-ті алып тастаймыз, плюс 1 болады.
x квадрат минус 4x плюс 1 түрінде жазылады екен. Егер мына есеп берілетін болса, онда біз мына түрге де келтіре алады екенбіз. Енді мысалға мынадай мысал келтірілсін. Мына түрде берілсін есептің берілгені. Мына түрде. x квадрат минус 6x плюс 7 деп берілсін. Осыны қалай төбесін анықтаймыз? Бұнда есепте берілуі мүмкін ғой. Сол кезде біз бетеміз. x квадрат минус 6x дегенге, 6x дегенді, мына бірінші біз x квадрат не істедік? Мына шетте x квадрат табу үшін мына бірінші өрнекті квадраттадық қой. Яғни x квадрат біздің бірінші өрнек, x біздің бірінші өрнегіміз екен. Әрі қарай формула бойынша 2ab минус 2, міне формулады бойынша жазып қойдым. X бірінші өрнек, екінші өрнек демек нешеге тең деген сөз? Мына шетте 6 тұрса, 6 болу керек қой. 6 болу, 2-ні нешеге көбейтсем 6 болады? 3-ке көбейтсем, демек біздің екінші өрнегіміз 3-ке тең екен. Енді одан кейін бізде b квадрат формуласында, демек 3-ті квадраттаймыз, 9 шығады екен. Мынау біздің толық квадрат болып есептелінеді екен. Менде енді бағана мына жерде 7 тұғын. Енді мен мына жерге 9-ды жазып алдым. Сол 9-ымды не істеймін? Қайтадан азайтып қоямын. Сонда мен егер 3-дің квадратынан 9-ды азайтсам, қайтадан 0 шығады. Енді мен оны дұрыс, демек дұрыс қостым, азайттым деген сөз. Мынау бізге керек болған соң қосып тұрмыз. Енді мына шетте минус 9 бен плюс 7-міз бар бағанағы. Онда минус 2 болады екен. Сонда мен x минус 3-дің квадраты минус 2 деген өрнекті алады екенмін. Мынау толық квадратты ажырату деген болады. Енді мынаған қарап біз айта аламыз. Функцияның графигінің төбесі 3-те минус 2 мінекей. 3 мынаған қарама қарсысын аламыз дедік, 2-нің өзін таңбасымен бірге аламыз дедік, минус 2. Сонда 3-те минус 2. Дәл сондай сияқты енді мына функцияны қараймыз. Егер коэффициент бар болса, не істеймін? X квадраттың алдында. 4x квадрат мен плюс 24x плюс 31. 4x квадрат ненің квадраты? Ойланамыз. Егер 2-нің квадраты екен білеміз ғой, демек 2x-ті жақшаға алып квадрат деп қоямыз. Одан кейін қосылған 2ab, мынау 2 біздің формуламызда бар. a дегеніміз 2x-ке тең жақшаның ішінде тұрған. Одан кейін енді мынау 24 шығу үшін маған неше жетіспейді. Нешеге көбейтсем 24 шығады. Мына жерде мен 2 мен 2-ні көбейткенде 4 шығады, демек 24-ке шығу үшін 6-ны жазады екен мына жерге. Демек b менде 6-ға тең деген сөз. Енді мына 6 мына жерде квадрат қой мынау. Квадрат 6-ның квадраты 36-ға тең ғой. Демек мен 36-ны артығымен қосып алдым деген сөз. Қайтадан сол 36-ны азайтып қоямын. Сосын бағанағы берілгенінде тұрған 31-ді жазам. Сонда мына екеуі жойылады, сонда қайтадан 31-іміз қалады. Енді мына алғашқы үшеуін біріктіріп, мынандай формула шығарып қоямыз. 2x минус 6-ның квадраты деп. Азайтылған 36-дан минус 36 плюс 31 минус 5-ке тең. Жақшаның сыртына 2-ні шығарып жүрсек, екеуінде де бар ғой. 2-ні шығарып жүрсек, ол квадратты алып шығады, себебі ол квадрат, жақшаның сыртында квадрат бар. Демек мына жерде квадраттаған 4 болады. 4x минус 3-дің квадраты минус 5. Төбесінің координатасы не деген сөз? Төбесінің координатасы 3-те минус 5 деген сөз. Мынау төбенің координатасы. Ал а деп отырғанымыз 4-ке тең. Енді сіздер мынаны қараңыздар. Мына график тұр, көріп тұрсыңдар. График тұр. Осының төбесінің координатасын табыңдар. Есеп берілсін сендерге. Сосын осы функцияның мына түрдегі формуласын жазыңдар. Мына түрдегісін табу оңай, екінші түрдегісін. Ал мына түрдегіні жақшаларды ашып шығара саласыңдар. Бірінші мынаны тауып алыңдар, одан кейін мынаны есептеп таба саласыңдар. Сөйтіп тауып көріңдер, сосын жауабын жазып кетіңдер. Осы тақырып туралы айтылған, арнайы айтылған өтілген сабақ бар. Осы YouTube каналда қазір сілтемесін салып қоямын.